Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз математика негіздері. Тақырыбы 10 көлемінде тура және кері санау. Сабағымызды шаттық шеңберінен бастайық. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты, жарқырайды күніміз, жайнай түсті даламыз. Қайырлы таң балалар, қайырлы таң апайлар. Біз ерекше баламыз, айтқан тілді аламыз. Достарымды көргенде қуана қарсы аламыз. Балалар, бүгін біз сендермен ертегілер еліне саяхатқа шығамыз. Біздің сабаққа бауырсақ ертегісінің кейіпкері бауырсақ келіпті. Бауырсақ өзінің атасы мен әжесіне апаруды өтінеді. Балалар, бауырсаққа көмектесейік. Оған апаратын жолды көрсету үшін алдымызда көптеген аңдардың бізге қояр тапсырмалары бар екен. Сол тапсырмалардан кідірмей өтсек, біз бауырсақты аман-есен атасы мен апасына жеткіземіз. Балалар, ертегіні есімізге түсірейікші. Бауырсаққа бірінші қандай аң кездеседі? Дұрыс айтасыңдар, қоян. Қоян бізге арнайы тапсырмалар беріп тұр. Соны орындасақ, ол бауырсақты босатады екен. Қоянның тапсырмасы: заттарды салыстыр және белгісін қой. Балалар, сендер бұл тапсырманы оңай орындайсыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Қоян мен бауырсақ дос болды. Екеуі келе жатқан кезде алдарынан қасқыр шықты. Қасқыр қоян мен бауырсақты жіберу үшін оның да тапсырмасын орындауымыз керек. Балалар, қасқырдың тапсырмасы: суретке қара, қандай вагондардың номері жоқ, соны жаз. Балалар, бірінші пойызға назар аударамыз. Оның вагондардың номері тура жазылған, ал екінші пойыздың вагондардың номері кері жазылған, е? Бауырсақ, қоян, қасқыр үшеуі дос болды. Үшеуі келе жатып аюға кездеседі. Аю да бауырсақты жегісі келеді. Балалар, аю бауырсақты жемеу үшін біз аюдың тапсырмасын орындауымыз керек. Аюдың тапсырмасы: сурет бойынша әңгімелеп бер. Төбешікте неше бала тұр? Қанекей балалар, қараймыз, неше бала тұр? 5 бала тұр, е? Төбешікте неше бала төмен түсті? Шанамен неше бала сырғанап түсті? 2 бала сырғанап түсті. Ал неше бала қалды? Цифрларды жапсыр. Балалар, қарандаршы. Бауырсақ, қоян, қасқыр және аю. Төртеуі дос болды, е? Ал енді балалар сергіп алайық. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бауырсақ достармен келе жатып түлкіге кездеседі. Түлкі де бауырсақты жегісі келеді. Егерде балалар, сендер түлкінің 2 тапсырмасын орындасаңдар, ол бауырсақты жемейді. Түлкінің тапсырмалары: суреттерде не бейнеленген? Сана және ата. Жазуларды сәйкес суретпен сызып қос. Екінші тапсырмасы: әр пойызға 1 вагон жапсыр. Неше вагон болды? Санап шығамыз. Бауырсақ түлкімен де дос болды. Бауырсақтың атасы мен әжесіне қайтатын уақыты болды. Бауырсақ өте бауырмал. Ол өзімен бірге барлық аңдарды қонаққа алып барды.
Атасы мен әжесі бауырсақты көріп қатты қуанды. Достарын да жақсы қарсы алды. Балалар, олар барлығы жиналып, тура және кері санады. Біз де бірге қосылып санайық. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал енді балалар кері санаймыз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.